Сәлеметсіздер ме? Есімім Әлем. Мен созылмалы панкреатитпен 2020 жылдан бері ауырып келемін. Видеоларымда бұл ауру жөнінде не білдім, қалай тамақтанамын, қандай анализдер тапсырамын, жалпы білген медициналық ақпараттар жөнінде айтамын. Басқа да видеоларымды каналымдағы қарап шықсаңыз болады. Ал бұл видеода КТ мен МРТ арасындағы айырмашылық талқыланады. КТ, яғни компьютерлік томография, және МРТ, магнитно-резонансный томография. МРТ және КТ технологиялары арқылы сіздің органдарыңыз жан-жақты қарастырылып қана қоймай, әр орган кескінде көрсетіледі. МРТ кезінде магниттік толқындар қолданылады. Адамзат ағзасы көбінесе судан тұрады, ал су оттек пен сутек атомдарының қосындысы. МРТ-ның электромагниттік толқындары сутек атомдарына тікелей әсер етеді, яғни электромагниттік сәулелендіру сутек атомның ядросына тікелей әсер етеді. Ядро тербеледі де, соның көмегімен олардың орны анықталып, сурет пайда болады. Осыдан шығатын қорытынды МРТ-ні көбінесе судан тұратын органдарға жасаған дұрыс. Мысалы, ми, қан тамырлары, буындар, жұмсақ тіндер, яғни мягкие ткани, ісіктер МРТ-да жақсы анықталады. Ал сүйек, тастар сияқты қатты тіндерді МРТ анықтай алмауы мүмкін. Себебі олардың құрамында суы аз. МРТ рентген емес болғандықтан оны бірнеше рет өткізу қауіпті емес. Бірақ МРТ өткізуге болмайтын да жағдайлар бар. Ол туралы кешірек айтылады. Ал КТ, яғни компьютерлік томография туралы айтсақ, мұнда рентгендік толқындар қолданылады. Бұл кәдімгі рентген сияқты, бірақ бір сурет емес, көп қабатты бейне тұрады. МРТ-ға қарағанда оның қауіптілігі жоғарырақ. Себебі рентген сәулелендіруі бар мұнда, бірақ КТ-дағы сәулелендіру дозасы тым аз. Компьютерлік томографияның да жақсы жақтары бар. КТ-ні жарақаттану, омыртқа проблемалары, жүрек, кеуде, ішек, асқазан органдардағы тастар, аневризма, сүйек тінін, ішкі қан кетуді көруге болады. Металдан жасалған импланттары немесе стимуляторлар бар адамдар КТ өте алады. КТ мен МРТ-ні контрасттық заттарды ағзаға енгізе отырып та өтуге болады. Бұл дегеніміз не? Адам ағзасына контрасттық зат екпе жасау не ішкізу арқылы енгізіліп, сурет анық болып шығады. Алғашында зерттеуді контрастсыз да жасауға болады. Контраст бір нәрсені толық зерделеу үшін керек, бірақ КТ-да көбінесе контраст қолданылады. МРТ мен КТ кімге жасауға болмайды? МРТ, егер сізде металдан жасалған заттар болса, оларды міндетті түрде шешу керек. МРТ аппараты бұл күшті магниттік өріске ие құрылғы. Тоқ етері бұл дәу металдан жасалған жиһазды да тарта алатын магнит. Егер МРТ-да металдан жасалған затпен кіретін болса, ол заттар МРТ ішінде ұшып қатты зақымдауы мүмкін. Сонымен қатар денеде металдан тұратын имплант болса, МРТ өтпеген жөн, себебі имплант қозғалып кетуі мүмкін. МРТ өту кардио және нейростимуляторлары, инсулинді помпалары мен есту аппараттары барларға тыйым салынған. Олар үшін МРТ өте қауіпті. Егер сізде титан қосылған бояуы бар татуировка болса да өтпеген дұрыс. КТ-ні балаларға өтуге болмайды, себебі олардың ағзасы ересектерге қарағанда радиацияға сезімтал. Сондай ақ жүкті және емізулі баласы бар әйелдерге, йодқа аллергиясы бар, қалқанша безі ауыратын адамдар үшін КТ-ға рұқсат берілмейді. Енді панкреатитті анықтауға КТ жасау керек пе, әлде МРТ жақсы ма деген сұраққа келсек, егер сізде панкреатит өршуі, яғни обострение панкреатиті болса, онда КТ да МРТ да керек емес. Бірден УЗИ-ға өткен жөн, УЗИ брюшной полости. Содан соң УЗИ қорытындысы мен гастроэнтеролог айтады. КТ әлде МРТ керек пе? УЗИ қорытындысы жеткілікті ме екен, өзі айтады. Дәрігер МРТ-ға егер ұйқы безіндегі ісік не басқа өскін болуы мүмкін деп болжаса жібереді. Не ұйқы безінің формасы мен құрылымын анықтағысы келсе жібереді. МРТ-да контрасттық зат көмегімен оны жақсылап көруге болады. КТ-ні сирек жасайды, егер МРТ жасауға болмаса, КТ-ға барады. КТ тез жасалады, негізі панкреатит жағдайын нақтылауда МРТ жасаған дұрыс. Өз басым тек компьютерлік томография өттім,
Өйткені УЗИ өткен кезде маған панкреатиттің бар екенін көрсетпеді. МРТ, КТ деп қараған жоқпын, бірден компьютерлік томографияға өтуге бардым. Ал егер сізде УЗИде көрсетпей жатырса, ұйқы безіңіздің ауыратын, онда МРТ-ға барып диагнозды нақтылауға болады. Менде УЗИ ауру басталған кезде панкреатит бар екенін көрген жоқ, тек өтімдегі кішкене 4 тастың бар екенін ғана көрді. Сол кезде қайда барарымды білмей компьютерлік томография өтіп, ол арқылы менде созылмалы панкреатит екенін және өттегі тастардың да бар екенін анықталды. Жалпы КТ да МРТ да бағасы қымбат. Оны барлық жерде жасамайды. Барлық жерде МРТ не КТ аппараты жоқ екен. Бағасы қазіргі таңда МРТ шамамен 20 мың, 22 мың теңге, ал КТ-нікі 17 мың шамамен. Мен компьютерлік томографияны 30 мың теңгеге жасаттым, себебі менде контрасттық зат болды. Контрасттық затпен қымбаттау шығады. Контрасттық затты енгізу үшін организмге ең алдымен сұйық дәреттен анализ алады. Ол арқылы креатининді анықтайды. Егер де барлығы жақсы болса, онда контрасттық затты енгізуге болады. Ал контрасттық затты алдымен бір күн бұрын КТ-нің алдында ішуге береді. Түнде ішіп жату керек. Оны ішкеннен кейін ешнәрсе жеуге не ішуге болмайды. Және аш қарынға таңертең КТ-ні түсіреді. Бүгінгі видео осы. Ұнаса лайк басып каналға тіркеліңіз. Рахмет.